Сәлем достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіз. Мен бұл видеоны негізінде Инстаграмға сторисқа салайын деп жатқанмын, бірақ мен бұл видеоны ютубта да сақталып қалуын жөн көрдім. Яғни бұл видеода маған мотивация беретін заттарды айтатын боламын. Бірінші кезекте мотивация бұл яғни адамның ішкі қалауы. Біз кез келген нәрседе адамның өзінде ішкі қалау болу керек. Адамда желание болмаса, алға қарай бір әрекеттерді жасамайды. Менің алға қарай жылжуыма, белгілі бір іс-әрекеттерді жасауыма нақты себепші болатын қандай заттар? Мен 4 негізгі затты алдым. Бірінші кезекте бұл барлығына мен ойлаймын, конечно же, бұл отбасы. Отбасындағы жандар, олармен арасындағы қарым-қатынас бұл, яғни мына әлемде ол адамның іс-әрекетсіз депрессияда, стрессте қалуына жол бермейтінін түсінеміз, бәріміз білеміз. Енді бұл отбасыдан бөлек мен бірінші критерий ретінде бұл мына әлемнің сұлулығы дер едім. Яғни мына әлемде адамдар үшін өте көп керемет жаратылыстар бар. Мен аспанға қараған сайын, таулар, ағаштар, табиғатқа қараған сайын ішімде бір керемет сезім болады да, ол сезім барлығында болады деп ойлаймын. Сезімді сезіне отырып мен түсінемін, біз адамдар табиғатпен үнемі байланыста болуымыз керек, және сол арқылы біз энергия аламыз алға қарай жылжуға. Тағы да бір ішімізде мотивация пайда болады деп. Бұл мотивация негізгі алып баратын жері бұл саяхаттау, Қазақстанның қалаларына болсын, мүмкін шетелге болсын, кез келген жерде біз жаратушымыздың жаңағыдай оның құдіреттілігін, оның көркемдігін көре алатынымыз белгілі. Екінші зат маған мотивация беретін бұл менің мамандығым. Яғни менің мамандығым дәрігер мамандығы. Біз ең алдымен адам құрылысын, адам жаратылысын зерттейміз. Сол кезде мен түсінемін, біздің организміміздің өзі бізді өзімізді қорғауға бағытталған. Яғни бізде организмге бөтен, ол танымайтын заттар келсе, біздің организміміз қарсы тұрады, оған реакция береді, шабуыл жасайды. Ақылды жаратылған жаратылыс дер едім. Мүшелерінің өзі, тіндерінің өзі ақылды жаратылған. Келесі маған мотивация беретін үшінші зат бұл спорт, яғни дене жаттығулары. Біз адам болғаннан кейін үнемі қозғалыста болуымыз керек, және біз ойлаймыз ғой, біз яғни спортпен айналыссақ, немесе қандай да бір жұмыстарды жасасақ, біздің ішімізде энергиямыз кетіп қалады деп ойлаймыз. Бірақ жоқ, керісінше спортпен айналысқан сайын бізде ішімізде энергия пайда болады. Яғни ол энергияны пайда болады да, біз ол энергияны жақсы, керемет, бізге ұнайтын заттарға жұмсасақ, онда бәрі керемет болады. Екінші зат, жаңа ақпараттарды оқып, оларды қабылдап, оны практикамда асыру. Определенный бір суды алсақ, су белгілі бір ыдыста тұра берсе, шіріп сасып кетеді, білесіздер. Сол секілді біздің миымызда да жаңа ақпараттар ағыны келіп отыру керек. Мына қоғамнан біз алшақ қалмауымыз керек, үнемі ақпараттарды қабылдап, жаңа заманның бағытымен үлгеруіміз керек. Мен өзгерісім осы ұбт-ға дайындалудан басталды деп айтам ғой. Сол кезде жаңағы ақпараттарды оқимын да, деген көп ақпарат. Мен осы ақпараттарды неге осыған дейін оқымаған? Мен қайда жүрмін? Мен қайда қалып кеткен деген сияқты білім жағынан, сондай ой пайда болды. Осы 4 зат маған шынымен де мотивация береді екен. Жаңағы маған шабыт беретін заттарда, мені алға қарай сүйрейтін заттарда үнемі жасап тұруды жаңағыдай кеңес берем. Определенный спортпен айналысу, например, бізде ақшаны қажет етпейді. Әлемнің сұлулығының өзінде де алып, жапырақтардың өзін былай жақындатып қарасаңыз, деген узорлар, деген жаңағы шеберлік деп ойлайсың, оны адам мүлдем жасай алмайды. Және ақпараттарды қабылдауға да ақша керек емес.
барлығымызда бар, интернеттен, телефоннан ақпараттар ағынын көріп, жаңа өзімізге қажет, бізді шабыттандыратын сондай ақпараттарды көрсек те болады. Барлығыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен жасаған шынайы видеолардың бірі болды.